Баршаңызға сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пиццаның ең жақсы рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді болып шығады. Осындай қамыры жұмсақ, жұқа болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, әрі өте оңай дайындалады. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп саламыз. Үстінен бір ас қасық сұйық май, жарты шай қасық тұз, бір ас қасық қант және бір шай қасық ашытқы салып, үстінен жылы су құйып қамырымызды илейміз. Барлығының граммдарын описаниеда жазып қойдым, сол жерден қарап көре аласыздар. Қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, бөлме температурасына жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамыр көтерілгенше бетіне қосатын заттарымызды дайындап аламыз. Мен колбасадан дайындаймын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тауық етінен немесе еттен дайындасаңыздар болады. Және де кішкене помидор қосамын. И бетіне кішкене сыр осылай теркадан өткізіп аламын. Қамырымыз кішкене көтерілді. Енді бұны пергамент қағазына осылай қамырды екіге бөліп аламын. Бұл екі пиццаға арналған рецепт. Қамырды жұқа етіп жаямыз. Қамырды жайып алдық. Осылай барынша жұқа етіп жайыңыздар. Енді шетін осылай өріп шығамыз. Соусқа мен майонез бен кетчупты пайдаланамын. Осылай майонез бен кетчупты араластырып, бетіне жағып шығамыз. Видео ұнаса, астына лайк басып қойыңыздар, және де өздеріңіздің пицца жасау тәсілдеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Жаңадан келген оқырман болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де каналымнан түрлі рецепттерді таба аласыздар. Осылай соусымызды жағып алдық. Енді бетіне теркадан өткізілген сырымызды себеміз осылай. Үстіне туралған колбаса мен помидорды салып шығамыз. Қызып тұрған пеште ең жоғары градуста қойып пісіреміз. Мен 220 градусқа қойдым. 10 минутқа жетпей пісіп шығады. Тура пиццериядағыдай болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Мінекей, қазір кесіп көрсетемін. Қараңыздар, осылай жұп-жұқа болып шығады. Қамыры жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Балаларыңызға пісіріп беріп қуантыңыздар. Ең жақсы рецепт іздеп жүрсеңіздер, дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып қойыңыздар, және де астына комментарий жазыңыздар. Соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Мадина.